мың тұрады доллар менен. А ол кісінің енді әрбір сағаты әжептәуір тұратын адам екен. Сонда күніге таңертең жұмысқа қарай бара жатқан кезінде бір жерге тоқтап, светофордың жанында тоқтап тұрып қалатын кездер болады екен. Сол жерге келген кезінде көзіне жас алады дейді. Жыртық киімі бар, әйтеуір жамау. Сол кісіні байқаймын дейді. Келеді да кезекке тұрады, сол кезекке тұрып өзінің тамағын алады да бұрышқа барып отырады да асап рахаттанып жеп, қарапайым судан ішіп, рахаттанып бір бүйтіп жан-жағына қарап масаттанып орнынан тұрып жұмысқа кетеді дейді. Мен соны көріп жылаймын дейді. Менің дейді қалтам тола ақша, үйім тола дүние дейді. Бірақ мен дейді осынша дүнием бола тұра дейді рахаттанып тамақ жей алмаймын дейді. Бір тамағымды сіңдіруім үшін $500 укол салдырам дейді. Күніне. Сөйтіп сол күні онда да белгілі бір тамақтар жеймін, басқа тамақ жей алмаймын дейді. Сол дүниені не істеймін мен дейді, оны жей алмасаң